Ассалаумағалейкум ағайын туысқандар. Қалдарыңыз қалай? Бала шаға үй аман болсындар. Міне иншалла Құдайға шүкір, тағы да Алланың берген күш қуатының арқасында балық аулауға келіп қалдым. Бүгін ақпанның 3-і, екінші сабақ. Ана жолы бір 27-сі, қаңтардың 27-сінде келген едім. 28-29 деп қате айтып қойған екем. Кешірерсіздер, кейде күнге қарамаймыз. Міне бүгін тағы да балық аулауға келдім. Енді бүгін неменен аулап отырмын. Жаңа білесінемен келіп отырдым, бірақ білесінеға түспеді. Мынадай неге түскен? Бір алабұға. Міне тағы да бір алабұға түсті. Енді бұл алабұға әлгі орысша айтқанда промазит еткен ғой. Ұстай алмай қалған балық деп. Соң барып жанынан ілінді. Міне сонда да алып шықтым. Міне мынадай. Енді әжептәуір 100 граммнан асатын бұл енді. 200 граммнан да асады даже. Үлкен алабұға деуге болады. Ал енді жалғастырам ағайын туысқандар. Күн суық бүгін. Таңертең 20 градустай болған, қазір бір 16-15 градус бар шығар. Жел солтүстік шығыстан соғып тұр қазір. Анау жерден бір, мына жерден біреу. Ана жиекке таман тағы біреу қаздым. 3 ой қойдым. Енді жалғастырам ағайындар. Міне ағайындар, тағы да бір кішірек алабұға ұстап алдым. Әне ожаудың бас жағында жатыр. Енді анаған қарағанда ол екі есе кіші міне бұдан. Анау 200 грамм, анау бір 50 граммдай. Мұна қармақты ауыстырдым. Жаңа балансир деген қармақпен аулағамды енді. Оған түспеді. Одан кейін мынадай мармышка деген басында балықтың көзі бар. Сонымен аулап отырмын. Енді ары қарай жалғастырам. Күн салқындау, сондықтан мына камераны шығарып сүру өте қиын болып отыр. Тек қана көргенімді түсіріп отырмын міне осылай. Алғанымды. Күн солтүстіктен жел соғып тұр, сондықтан салқын болып тұр кішкене. Міне. Мынау көмей жағы, міне көмей жақтан әне соғып тұр қазір. Мынау жиекте отырмын, қазір ана жерде тағы бір, анау жерде тағы бір ойығым бар. Запас. Оны кешірек барам енді. Өзім осылай отырмын. Міне тағы да қосымша немді курткамды киіп алдым. Неге десеңіздер, өте салқын болғаннан кейін. Міне ағайындар, жалғастырып жатырмын балық аулауымды. Мынау 3-ші ойыққа келдім. Міне дәл жардың төбі міне. Жар осыдан бір 5 метрдей жерде. Жардың астында отырмын міне. Анадай кішірек тағы алабұға түсті. Енді анау жерден екеу, мынау 3-ші балық болып есептеледі. Күн сол бұрынғыша негізі шығып тұр, ала бұлт. Әлі солтүстік шығыстан соғып тұр жел. Жанымда ешкім жоқ. Негізі анау жақта жақсы түсіп жатыр деп жатыр. Ендігі жол сол жаққа барам құдай жазса. Осы жерде отыра тұрам әрі. Мына камераны немен алуға қиындау болып тұр, олай қоюға. Не десеңіздер, міне жерде міне әлгі куропатка дейді орысша, шіл қазақтың. Сол шілдер жүрген, қоян жүрген міне іздер көп міне жерден де. Әлі жерде қоянның былайша айтқанда тропасы дейді енді әлгі. Соқпағы жатыр ана жиекте. Ана жас салдарды барып жейді ғой.
барған жерден. Енді мына жерде міне әне балығым жатыр, әне кішіректеу. Енді аулай берем, енді оған қарамайым. Ал жақсы, жалғастырам ары қарай. Міне ағайын туысқандар, балықты әрді жалғастырып жатырмын. Мынау екінші ойығымнан бір шабақ түсті. Мынау 26-шы жылдың бірінші шабағы деп есептеуге болады. Осы күнге шейін шабақ ауламағам. Мына шабақ түсті мынаған. Мына шабақ та бар мына жерде. Міне бірінші шабақ келді, аппақ шабақ міне. Әне оршып жатыр тура, керемет. Балықты жалғастырып жатырмын енді. Күн әлі соғалпы. 1,5 сағаттай уақыт болып қалды. Уже келгелі мен. 10:30-да келгем, 10:30-ға 11-ге таман. Қазір 12-ден кетіп қалды уже. Енді жалғастырып жатырмын ары қарай. Міне. Ол шабақ, бірінші шабақ. Анау жерден аулаққа, мына жерден бір ғана бір кішірек алабуға түсті. Енді. Күн салқындау. Солтүстіктен болып тұрғасын ғой деймін. Камераны, телефонды көз соға болмайды. Мынадай қармақпен аулап отырмын. Не дейді бұнағы? Мармышка дейді орысша. Анадай бір құрт болады өзі. Құрт емес, судың астында жүретін бір жәндік. Сол жәндікке ұқсас мормыш деген. Жаңағы қоңыз сияқты жаңағы. Сонымен соған ұқсас, оған балықтың көзін салып қойған. Сондықтан жақсы түсіп жатқан сияқты. Міне енді өзім отырған жерім мынадай міне. Өзімде қалың киініп алдым. Енді алғы қойып анадай жерге қойып түсіруге болар еді, бірақ енді оған камера мына қатып қалады қазір, телефон. Сондықтан осылай ғана түсіріп отырмын енді. Ыңғайсыздау, енді кешіріңіздер. Әне, үшеу әне жатыр, міне 4-ші шабақ түсті. Жалғастырам. Балық аулауды жалғастырып жатырмын ағайындар. Мына шабақтың қармағын алдым енді. Шабақтар көрейін деп. Мүмкін шабақ түсеме деп. Бірақ мына бірінші ойығым, бұл жерден бағанада ешқандай балық қаппап еді. Осы жолда ешқандай түртпейді де қаппайды енді. Ал екінші ортадағыға баруым керек енді. Ол жерден алабұға да шабақ та бағана түсіп еді. Балықты енді аулауды жалғастырып жатырмын. Салқындау әлі күн бірақ шығып тұр, жақсы. Сол солтүстіктен әлігі көшейін. Солтүстік шығыс. Солтүстіктен ғой. Күн бұлыңғыр кішкене. Ала бұлт. Маңайымда ешкім келіп аулап атқан жоқ балық енді. 2:30-ға шейін аулайым дегем. Анау жерге баруым керек қазір енді. Сол жерден енді түсет. Жаңа бағана шабақ түскен енді. Ары қарай жалғастырып жатырмын енді. Енді тек қана алып қана қолыммен ғана ұстап түсіріп жатырмын мына телефонды. Анадай қоюға мүмкіншілік болмай тұр. Күн суық. Бірақ енді палаткамды да қойғам жоқ. Балық жақсы түспегеннен кейін ол жиі қабатын жерге отыру керек. Сонда палатка құрып. Әйтпесе бұлай палатка құрудың ыңғайы болмады. Әйтпесе палаткам бар. Ағайын туысқандар, міне балық аулауды тамамдап қалдым. Мынау екінші, мынау
үшінші ойығым, екінші ойығым. Бірінші ойығым міне шананың жанында еді. Мына жерден негізі 3 балық ұстадым. 2 алабұға, 1 шабақ. Ана жерден бір, ана жақтан түкте түспеді. Түрткен де жоқ даже. Енді 2-ден уақыт кеткен екен. Күн суытып барады. Бағанағыдай емес. Бұл бұрынғыша 3 сағат үш қой енді. Балық аулау түртпеді де енді. Тоқтатты. Енді кешке таман ғана, ол үшін енді отыратын жағдай жоқ. Бағанағыдай емес. Кішкене салқындай бастады күн. Міне көрдіңіздер ме, қандай таза ауада енді 2,5 сағаттай отырдым. 11-ден 11-12 дұрыс 3 сағат. Жеткілікті ме деп ойлаймын енді өзіме. Одан артық керек енді. Ал енді ағайын туысқандар, аманшылықпен кездесейік. Міне жағдайым осы отырған. Әрқашанда осылай аманшылықта кездесіп, тек қана Алла тағала денсаулық беріп, осылай балықта кездесуге Алла нәсіп етсін. Аман болайық ағайындар, аман болыңыздар. Міне ағайындар, жиекке шықтым. Үлкен әлгі ағашымның жанында такси шақырттым, енді міне шанам міне сүйретіп келе жатқан. Ал енді аманшылықпен кездесейік. 4-5 балық ұстадым. 3 сағаттай отырдым. Бүгін енді ағыстың түгелі ана жол су көтерілген. Су көтерілгенде мына балықтар түгелі жоғары қарай кеткен дейді. Сондықтан ендігі жолдар енді мына жерден басқа жерге ауысуым керек. Анау жақта Южный дейміз. Үштерек деген бар, үштерек. Сол жерге барамын. Сол жақтан барып балық ауламақшымын ендігі. Енді Құдай жазса сол жаққа барамын, Алла тағала. Бүгін енді міне 3-ші ақпан, сейсенбі. Балық аулауым жаман болған жоқ, енді өте жақсы деп ойлаймын. Өзім үшін жақсы бұл. Көңіл күйім көтеріліп қалды. Түгелі жақсы, міне ағайын. Көрдіңіздер ме? Судың жағасына отырғанның несі жаман дейсіз. Ал жақсылықпен қазір ана жерде таксиім келеді қазір. Таксиді шақыртып қойдым. Қазір Құдай жазса жол амандығын берсе үйге қайтам.